Майкл Харт есімді адам айтты. Жалпы Майкл Харт ол кім? Майкл Харт сізбен біздің замандасымыз, тарихшы әрі математик. Бір күні ол басқа да тарихшылар мен биографтардың басын қосты. Олар айтты: адамзат тарихында болған 100 ұлы тұлғаның тізімін жасайық деді. Оларды таңдау барысында түрлі әсерлерге берілмей, жан-жақты болу үшін Майкл Харт пен оның серіктері компьютерді қолданды. Компьютерге олардың атқарған істері, алға қойған мақсаттары, ерекше қасиеттері, айрықша қабілеттері, жеткен нәтижелері мен адамзат тарихына ықпал әсері секілді барлық мағлұматтар салынды. Қысқаша айтқанда, олар тарихтағы 100 маңызды деген тұлғаны категорияларға бөліп, 32 түрлі параметр бойынша анықтады. Майкл Харт қандай нәтижеге қол жеткізді дейсіз ғой? Майкл Харт ерекше толқыныспен компьютер нүктесін басады. Экранға Мұхаммед деген жазу шығады. Оның жасаған тізімінен бірінші орындалды. Бұл Харт пен оның әріптестерін қолайсыз жағдайға түсіреді. Олар бір жерден қателік кеткен шығар деген оймен қайта сараптау жұмыстарын жүргізеді. Компьютер айнасына Мұхаммед деген жазу қайта шығады. Бұған қанағаттанбаған Харт пен әріптестері тексеру жұмыстарын бірнеше мәрте қайталайды. Бірақ нәтиже өзгермеген соң, ғалымдардың мұны мойындағаннан басқа амалдары қалмайды. Өйткені бұл олардың өздері жасаған параметрлері бойынша анықталған лайықты нәтиже еді. Сонда Майкл Харт былай деді: маған салса, мен Иса пайғамбарды таңдар едім. Өйткені өзім христианмын. Ал егер әділ болсақ, белгіленген параметрлер бойынша мен Исаны таңдай алмаймын. Өйткені Иса әке болмаған, ал Мұхаммед болды. Иса ешкімге күйеу болмады, ал Мұхаммед болды. Иса мемлекет қызметкері болмады, ал Мұхаммед болды. Иса жауынгер болмады, ал Мұхаммед болды. Иса мемлекет басқармады, ал Мұхаммед басқарды. Сонда Майкл Харт және жанындағы мамандар айтты: адамзат тарихына елеулі өзгерістер алып келген және тарих жазбаларында ізі қалған ұлы адам ол Мұхаммед болуы тиіс.